Уолт, тағы да сурет салып отырсың ба? Үй тапсырмасын жаздың ба? Иә, апай, бірақ мына кейіпкер дәл қазір ойыма келді. Уолт Дисней мектепте үздік оқушы болған жоқ. Кей пәндерден қиналды, ал математика мен грамматика ең қиын сабағы еді. Бірақ оның қиялы тоқтамайтын. Отбасы кедей болды. Уолт таң атпай газет таратып, шаршап сабаққа барды. Сондықтан үлгерімі ешқашан жоғары болған емес. Бірақ сурет салуға әрқашан күш тапты. Мұғалімдер оны арманшыл деді. Ал Уолт оған күліп, армандау менің күшім деп жауап беретін. 21 жасында Уолт алғашқы студиясын ашты. Бірақ ол банкротқа ұшырады. Адамдар ақысыз қалдырып кетті. Бір сапарда ол кішкентай тышқанды көріп, жаңа кейіпкер ойлап тапты. Ол Микки Маус еді. Алғашында ешкім қабылдамады, бірақ кейін Микки бүкіл әлемге танылды. Уолт арманын жалғастырып, ешкім сенбеген идеяны жасады. Әр бала кіргенде өз ертегісін табатын үлкен Диснейленд. Ол мектепте үздік оқылған жоқ. Бірнеше рет банкрот болды. Адамдар оған сенбеді. Бірақ ол бір нәрсені ешқашан жоғалтпады, ол арманы. Егер сен армандай алсаң, оны жасай аласың.